YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады және дәл қазір жанымда Бикеш. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Иә, шүкір жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Дәл қазір сіздің ойыңызды білгім келіп тұр. Мін іздеу ме, әлде мінезін көргісі келгені ме? Сіздің ойыңыз қандай? Менің ойым бойынша негізі Шерханның бұл позициясы мүлде дұрыс емес, өйткені жаңағындай сынап көріп жатырмын дейді ғой, сынап көргендегі сынағының өзі дұрыс емес болып тұр ғой. Бір причинасы жоқ жерден бәле іздеп қандай результат көргісі келгені маған түсініксіз болып отыр да. Негізі сол сынаққа ақылы бар қыз типа жарайды деп айтқан тыңдап қоя салмай, негізі кез келген адам причинасын білу керек, не себепті деген секілді. Сол себебіне қарай потом шешім жасайды деген сияқты ғой. Негізі бұл жақта мен түсінбей отырмын да, бұл екеуі не үшін қазір ортаға шығып алып бір мінсіз танысық болып жатырған сияқты қылып кейіпте отыр да. Өйткені біз кеше осы үшеуміз как раз сөйлесіп қалған болатынбыз эфирдан кейін. Сол кезде негізі байқадым, екеусі таңертеңнен кешке дейін бірге жүреміз, осындамыз кешке де деп айтып жатыр ғой. Екеуі көп уақыт бірге өткізгенімен екеуісінің арасында бір андай үлкен адамдарша на берегу шешіп алу керек дейміз ғой. Ондай сұрақтар бір-біріне мүлдем қойылмайды екен. Тек жаңағындай ойын, күлкі деген сияқтышы, ал жаңағындай отбасылық өмір туралы, болашақ туралы сұрақтар, жаңағындай мақсаттар ортақ па деген секілді әңгімелер мүлде болмайды екен мен түсінгенім бойынша. Сол негізі мәселелер көп. Ортаға сөйлейін десем енді біздің арамыздағы қатысушылардың арасында жетпей жатыр ғой бізге микрофон. Негізі соның бәрін Сіз өзіңіз жеке қандай мәселе байқадыңыз? Негізі Шерхан әлі үйленуге дайын емес сияқты болып көрінді маған кешегі әңгімесіне болады. Көрінді деген кезде өзінің аузынан шыққан сөзі болды да, олша әлі емес, там әлі 2-3 жыл деген сияқты әңгіме айтып қалды. Иә. Қай кезде? Кеше сол біз Шырай, Шерхан үшеуміз эфирдан кейін там шай ішіп әңгіме, иә, естіп отыр. Сол кезде негізі екеуісінің арасында кішкене ұрыс керіс болып қалған болатын, кішігірім реніш деген сияқты. Осы сөзге бола ма? Иә, өйткені Шырайлымның енді жасы 30-дан асып бара жатыр ғой. Шырайлым енді отношения деп, қарым-қатынас деп там жылдап жүріп алатын емес қой енді. Өзінің адам екен біліп тұрса, жарты жылдың ішінде, 1 жылдың ішінде екеуге шығуға мен дайынмын деп айтып тұр да. Ал Шерхан болса, жоқ, мен әлі жарты жыл, білмеймін, бір әлі емес, бір 2-3 жыл деген сияқты әңгіме айтып қалған болатын. Вот элементарный сол тақырып екеуісінің арасында қозғалмаған екен. Шырайлым ренжіді. Иә, ренжіді. Таңғалып қалды. Негізі өте қатты таңғалып қалды. Одан да басқа негізі бір емес бірнеше реніштер, тақырыптар жаңағындай болып қалған болатын екеуісінің арасында. Сіз Шырайлымның құрбысы ретінде қастарында отырдыңыз ба? Иә, негізі Шырайлым екеуміз кетуіміз керек еді, артынша бізге Шерхан да қосылды, солай үшеуміз бірге барған болатынбыз. Сол кезде болған әңгіме ғой. Жақсы, түсінікті. Ал енді өзіңіздің жеке басыңызда бәрі дұрыс па? Үміткер жағы, таныстық дегендей. Иә, менде қазір үміткер бар. Екеумізде күн сайын сөйлесулер болып жатыр. Эфирға дейін де, эфирдан кейін де деген секілді. Сол барлығы жақсы негізі. Ұнап бастағандай. Иә, түсінгенім бойынша көңілге жаққан. Жігіт ретінде, иә, жігіт ретінде жақсы жігіт. Жақсы. Біздің бір қуанғанымыз, сіз осыған дейін қойған талаптарыңызды сәл өзгерткендей болдыңыз. Бұның өзі бір жақсылықтың нышаны ма деп қалдық. Иә, кішкене талаптарыма қазір кішкене көз жұмып жатқанымның себебі жігіттің өзіне деген сенімділігі және жасап жатырған қадамдары десем болады. Қарым-қатынасы ойыңызды өзгертті, солай ғой? Иә, солай айта аламын. Керемет. Енді алда бір жақсы таныстық жалғасады деген үміттеміз. Және бұл нәрсені мен осы соңғы кешеде бүгінде байқап жүрмін. Бойыңыздағы нәзіктік, ол кісінің айтқан кездегі бір биязылық байқалады. Сондықтан арты жақсылыққа баратын сияқты. Ал біз Шырайлым мен Шерханның арасындағы мәселе қалай шешімін таппақ бірге көреміз. Метспе, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, мерекелеріңіз құтты болсын деген келеді. Біргелікті болсын. Сіздің анаңыз осы жақта болатын, құттықтадыңыз ба? Иә, құттықтадым. Рахмет, жақсы. Бұл енді сіздер жақта да тойлана ма? Иә, тойлану керек бәсе. Енді бізді қаншама көрермен күтіп отыр. Қазақ елі, қырғыз елі деп бір құттықтап өтсеңіз болады. Рахмет.
ошол орайдан пайдалана кетем, мен сиздерди Казакстан элинин, Кыргызстан элинин бүгүнкү отбасылык мейрамыңыздар менен шын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолукта болуңуздар. Эң главный ден соолук, калганы баары болот деген ойдамын. Шында да отбасыларыңыз аман болсын. Эки элдин ортасында алтын көпүр салайын деп отурган осы бір жандардын куттуктабын кабыл алыңыздар дегим келет. Рахмет, айтканыңыз келет. Өзүңүзде баары жакшымы? Дихан калай? Мен жеке жашоомдо баары жакшы, акырынан буйруса этап менен келе жатырмыз деген алды убактарда Пранктан чыга алдыңызбы? арең чыктым десем болот. Ренжип жүрүп чыктым го. Дихандан күтпөдүм негизи. Бүттү баары деп ойладыңызбы? Осы менен нүкте коюлду деп. Шын мааниде солай болду негизинде. Диханды бир жек көрүп кетүү деген болмадымы? Ага, жетейин дегенде жетпей калды го. Жакшы. Эң башкысы Дихан өзүнүн кадамын жасап жатыр. Бул үлкен кубаныч. Шын жүрөктөн дагы да куттуктаймын. Рахмет. Ал эми дәл азыр ортада Шерхан менен Шырайлым отур. Сырт көзгө эмне ойлайсыз? Эмне айтасыз? Экөөнүн әңгимесин эстеп отурсуз го. Мен жеке пикирим, Шерхан айтып жатыр го, Шырайлымга сен мага көп ишенбе, өзүң позицияңды карма деген. Наоборот, сизди кашан жигит унатады, унаткан кезде наоборот сиз ыгына жыгылып баштаганда, онун айтканын кылып баштаган кезде жигит кубанады ғой. Бул жерде Шерхан айтып отур, мага көп жыгылба, өзүңдү калай барсың, мага шейин калай жүрсүң, ошолай жүр. Онун сөзүнүн мағынасынын астында астары бул ишенбей жүрүп тур, мен какой-то время келгенде мен ойлойм, жеке пикирим, мен биринчи турмузума кайтып кетип калуум мүмкүн деген сыяктуу мағына. Өйткені кече Шерханын аузунан шыққан сөз. Қалай дегенде? Тоқтаңыз. Кеше аузынан шықты дедіңіз, Шерханның аузынан қандай сөз шықты? Ол айтты, бізде үміткер ортада отырған, үміткерге өзінің ойындағы сөзді берді. Сен, мысалы, биринчи ажырашкан турмусуңдан, сен осолай биринчи турмусуңда аялиңдеги сыпаттарды сен ошол кыздан көргөндө жактырып баштадыңбы деп. Демек мен ойлоп калдым, Шерхан дагы азыр Шырай менен тааныстыкты эмнеге баштады? Биринчи аялинен көргөн сыпаттарды көрүп, унаткан сыяктуу болуп баштады деп ойлоймун. Бул жерде сиздин оюңуз ба? Кайтадан бурунку отбасына оралуу мүмкүн деген? Азыр кадырдын өзүндө айтып жатыр. Мен качан үйлөнөрүмдү билбеймин. Мен аузума келип калды. 3 жыл деген сыяктуу. Бул Шерхандын серьезный намерениясы жок. Бул бара-бара мен ойлойм, жеке оюм, барып биринчи турмусуна кайтат деген ойдамын. Муну өйткені Шерхандын аузунан чыккан сөздөр айландырып барып ошол сөзгө алып барып жатыр деп ойлойм да. Энди ал жерде Шырайлым просто ыгына жыгылгана, Шерханды унатып калгандын айынан эртең курбан болуп калуу мүмкүн. Биз бул жерде Шырайлым тарапты көзүңдү ач, кара, чындыкка тике кара, бул өзүң үчүн жакшы деген сыяктуу айтып жатырмыз. Бирок Шырайлымдын Шерханды коргоштап отурганын көрдүңүздөр ғой? Бул болмайды. Кыз тараптан сезим бар, ал жигит али сенимсиз деген. Жигит качып жатыр, кыз жакындап жатыр деген сыяктуу. Балким мен Шерханды жактап жатып, балким Шерхан мага карап калат. Ой өзгөрөт деген сыяктуу. Эгер жигитте олай өзүнүн көңүлү болмаса, өзүндө болмаса, кыз канча эре жыгылсын, жигит карамайды ғой. Наоборот, бул жерде Шырайлым биздин айткан пикирлерге ой жүгүртүп, тагы да ойланып көрсө жакшы болор эди дегеним ғой. Шырайлым өкүнүп калатындаймы? Менин көзүмчө бүгүнкү ситуациянан солай болуп жатыр. Экөөнүн кадамы, болошогу бармы карым катнашынын? Калай ойлойсуз? Сырт көзгө солай көрүнөбү? Азыр эчтеке айта албайм. Эгерде бүгүнкүдөй көрүнүш болуп жатса, аягы болмайды. Басы бар, аягы жок отношения болот деп ойлойм. Кыз когда отношенияда кыз биринчи аракет жасаса, ол аягы жок болмайт. Эгер жигит ыгына жыгылып, кыз тарапка ыгына жыгылса, отношениянын аягы бар деп ойлойм. Бирок Шырайлымдын жаңа сурап отурганы, сен биринчи кадамды өзүң жасадың ғой, мен сенин артынан жүгүргөн жокмун деген сөздөр болду. Жигит өз сөз салды. Кадам жасады. Бирок ол жерде тоже Шерхан моюндаган жок го, как сыртта айткан менен эфирде олай ичте олай болгон жок го. По-любому барып биринчи Шырай айтты ғой, сезимин айткандан кийин Шерхан айтты ғой. Бул жерде пранк болгон болот. Пранк болду, но пранк болгон чакта да Шерхан эгер настройка Шырайга боло турган болсо, фокус айтуу керек эди деп ойлоймун. Жакшы, алда бул маселе шешимин калай табатынын бирге тамашалайбыз, бирге көремиз. Биз келесі намада кайта ораламыз. Эфир жалгасады көрөрмөн, және дәл азыр жанымда Айдай сулуу Гүлвира. Кал жадайыңыз калай? Жакшы, өзүңүз калайсыз?
Жақсы, керемет бір камзол киіп, қазақы нақышта ерекше әдемі болып отырсыз. Рахмет. Бүгінгі образыңыз маған қатты ұнап тұр. Негізі байқасаңыз күнде маған сондай комплименттер айтасыз. Жалпы әр кезде әртүрлі образда боламын. Мысалы кеше мүлдем басқа бір аниме немесе кішкентай қыз сияқты болған едім. Бүгін более спокойный образдамын. Жалпы өзіме әртүрлі образды көрген қатты ұнайды. Ерекше әдемі. Және өзіңізді әртүрлі көре білуде ол нәрседен көп қыз қорқады. Иә, ол бір смелость деп айтуға келеді. Иә, өте дұрыс айтасыз. Ортада әңгімені естіп отырмыз. Таңғалу да бар, таңдану да бар. Сіздің ойыңыз қандай? Енді бұл жердегі әңгіме жалпы біз көп нәрсеге арасында мән бермей қалатынымыз бар екен да. Жаңағыдай шырайлымның осындай жайдарлы мінезі беттен алып төске шаппайтыны ұнайды дейді да. Бірақ менің жанымда таныстықта Мерей отыр ғой деген әңгімені айтады. Таныстықта жанымдағы қыз отыр, бірақ маған оның мінезі ұнамайды деген нәрсеге келтіріп тұрған сияқты да. Жаңа енді өз пікірімде де айта кеттім ғой, мүмкін жылап сұрап алғандықтан жаны ашып, жаңағыдай жігіттігін көрсетіп таныстыққа ұсыныс тастады ма деген ойлар да келіп қалды. Енді менің ғана миыма келмеді деп ойлаймын. Ондай ойлар мынадай әңгімеден кейін. Сонда да енді қаншама рет сұрап жатсақ та, ойланып қалып жауап беріп жатыр да. Жанындағы қызға ол өте ыңғайсыз болды деп ойлаймын. Мерейдің көңіл күйі түсіп кеткен барлығымыз да байқадық. Енді әңгіменің соңы қалай болады деген қазір ой мазалап тұр. Мына жерде шырайлымға да ол әңгіме ұнап жатыр деп Шерхан айтып қалды. Білмеймін, енді екі жұп та қазір бір-бірімен сол бір сөз үшін ренжісіп қалды. Сол бір сөз дейтіндей негізі мынандай ұсақ түйек нәрсе емес. Бұл жерде қарасаң үлкен бір мән мағына жатқан сияқты да негізінде. Көрермен, сіздердің де ойларыңызды білгіміз келеді. Сондықтан барлық пікірлерді оқып өтеміз. Жаза отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіз дегіміз келеді. Ал бұл жерде сіз екі тарапты да айтып отырсыз. Бірақ санатшының өзі бастап айтқан әңгімесі Мерейдің де ренішін тудырып отыр. Түсінбеушілік пе, әлде Мерейдің ренжитін орны ма? Мерейдің ренжитіндей орны негізінде кәдімгідей менің жанымдағы жігітте отырып, маған негізі мына қыздың мінезі ұнайды деп, бірақ шындығына келгенде екеуміздің мінезіміз екі түрлі болатын болса, демек мен сенің жаныңда жүрген ұнамайтын болып тұрмын ғой деген ой келеді. Расымен де адамды бірінші сырт келбетіне қарағанмен де уақыт өте келе мінезіне, сөйлеген сөзіне қарай үйлесімділікті байқаймыз ғой негізі екі адамның. Сол жағынан қарағанда жалпы Мерейдің мінезі оған келмейтін сияқты ма деп ойлаймын да. Сөздің шыны керек. Енді Мерей мінезді қыз екені ол бәріміз де көріп жүрміз. Ол айдан анық нәрсе ғой. Ал шырайлым өте сабырлы, сондай жаңағы күліп жеңе салады да ол қыз. Енді бұндай әрекеттер, бұндай қадамдар жалғаса берсе, шырайлымның да ауыр мінезі шығып кетпей ме? Енді білмедім, мен байқаған шырайлымның мінезі осындай. Енді адамды біз көп уақыт білейінші, осы уақытқа дейін шырайлымның бір ашуланғанын көрдіңіз бе? Дауыс Жалпы көтергенін, біреумен ренжіскенін. жоқ, шырайлымның осы уақытқа дейін ашуланғанын көрген жоқпын. Ол Мерей шырайлымның расымен де сондай болмысы ма, әлде білмеймін, мүмкін ішінде басқа дүние жатыр ма, оны біз де білмейміз. Танығаныма көп болған жоқ. Олай жақын, эфирдан тыста жақын бірге көп жүрмеймін ол қызбен. Сондықтан да ол туралы мінезі жайлы ашық ештеңе айта алмаймын. Бірақ қандай бір әзіл немесе бір сөз айтаң, сеніп қалатыны бар да, мүмкін болмысы да солай шығар. Оны өзгертуге тырысудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Не болса да әркім өз ойындағыны айтады және өз ойынан хабар береді. Сондықтан әрбір сөз кез келген уақытта көңілді қалдыратын. Иә, жалпы айтылған сөз, атылған оқ дейді ғой. Мүмкін ол оны ойындағы нәрсесін, ойындағы шындығын қалай аузынан шығып кеткенін байқамай айтып қойған шығар санатшан. Енді айта кетсем бола ма? Осы жерде маған шырайлымның мінезі ұнайды емес, жалпы мінезі жақсы қыз. Неге оны өзгерткісі ұнайды ма деген жоқ. Шырайлымның мінезі сияқты мінез ұнайды деп. Иә, солай айтты ғой, шырайлымның мінезі ұнайды деген әңгіме ғой. Осындай шырайлым сияқты мінезі ұнайды деп айтып жатыр да. Ол жерде ол былай айту керек еді негізінде. Иә, мінезі жақсы қыз, неге Шерхан ол қызды өзгерткісі келеді? Неге осылай қабылдамайды деген пікірмен тоқталу керек еді. Ал ол ішіндегі ойын қалай сыртқа шығарып жүрген өзі байқамай қалған сияқты. Енді сол тығырықтан енді қалай ақталып шығарын да білмей отыр ғой негізінде. Жақсы. Енді өзіңіздің жеке басыңызға бір тоқталғым келіп тұр. Бәрі жақсы ма, дұрыс па, таныстық жағы? Менде барлығы жақсы, таныстық жағында әлі өзгеріс жоқ, үміткерім келген жоқ әлі де, өз үміткерімді күтудемін. Мүмкін бір
келіп қалатын шығар. Енді келесі аптаға үміт артып отырмыз. Таныстыққа ашық дегіміз келеді Гүлвира, және бізде уақыт болып қалды. Алда Шырайлым мен Шерханның мәселесін көру үшін тікелей эфирде болыңыздар. Тікелей эфир жалғасады көрермен, және дәл қазір жанымда Бақдәулет. Қайырлы қайырлы күн дейді. Қайырлы күн, құрметті. Толқып отырсыз ғой. Сәл жаңа ситуациялардан толқып, өзіміздің де Бұл ситуациямыздан сәл. ситуация сізге қалай әсер етіп отыр? Мен де ситуацияларым бар тұғын ғой, кеше айтып өттім ғой, үміткеріммен сөйлесіп жатырмын деп, соған бір толқып қалғаным бар болып тұр, әйтпесе негізі бәрі күшті. Бұл таяқтың ұшы маған тиіп Сумая кетіп қалады деп қорықтыңыз ба? Содан қорқып тұрмын ғой, өз әжептер келген қызым, сен неге айтып отырсың деп айтама деп, соң толқып, бірақ енді бұл жерде пікір талас болғаннан кейін өзіміздің пікірімізді білдірдік. Не көрдік, соны айтуымыз керек. Бірақ мен сіздің толқып қорқып отырғаныңызды байқамадым. Сіз тіпті мен айтпаған нәрсені тарс еткізіп, маған Санатжанның айтқанын сіз ютубтан көріп қалып айттыңыз ғой. Иә. Екі ортада бәленің бәрі содан басталып кетпеді ме? Жоқ, одан басталып кетті деп ойламаймын, негізі. Көзден көрініп тұр ғой, негізі. Не себепті айтқыңыз келді, сол қызық ма? Әлде шынымен білгіңіз келді ма? Мен негізі бұл жерде Шерханның қызға дұрыс істеп жатқан жоқ, негізі Шырайлым сияқты қыздан. Ашуланып кеттіңіз, Иә, Шырайлым сияқты қыздан айырылып қалма. Оған көз салып отқан жігіттер бар ғой мұнда деген. Әйтеуір сіздің де көзіңіз түспеген шығар Шырайлымға. Менің үміткерім бар. Қорқайын дедік біз жаңағы ортадағы сөзден кейін. Бұл жерде бәріміз бір-бірімізден қорқып қалдық, ана жерде не болып жатқанын өзіміз түсініп жатқан жоқпыз. Өте қызық. Әзіл. Бәрі әзіл аралас, иә. Көрермен арасында бәлкім түсінбей қалып жатқанда болар. Иә, негізі бүгін барлық көрермендерді отбасы күнімен құттықтау өтсек, барлық отбасында ешқандай ыдыс аяқ сыдырламасын дегім келеді. Ұрыспаңыздар, тату болыңыздар, бір-бірлеріңізді, махаббаттарыңызды білдіріп жүрсеңіздер, сол кезде жақсы отбасы боласыздар. Дәл солай. Бірақ енді осы әзілдің соңы Санатжан мен Мерейге қатты тиіп кетті. Енді тиіп кеткенде, бірақ енді Санатжанның ол жерде қасында қызы отыр. Мерей жанды отыр. Шырайлымның мінезі жақсы деп өзі де сол жерде айтып отыр. Мен көрдім, бірақ соны айттым. Бірақ шынымен рас болып кеткен болып тұр ғой бұл жерде көз салып отқаны. Деп ойлап отыр, менің ойым. Халық не дейді, оны білмеймін енді. Жақсы. Ал өз ойыңызша, ортада отырған Шерхан Шырайлымның барынша мінезін көргісі келіп, сол үшін де әрекет істеді ме? Әрекет жасады ма? Көргісі келді, көрді деп те ойлаймын жаңа. Негізі Шырайлымның бар. Көрді деп айтуға келмейді ау, себебі қыз бала мінезін көрсетсе қатты болады. Жоқ, қыз баласын, негізі Шырайлымның мінезін барынша көрдік қой, негізі пранк қылып сөз салған кезінде ең қатты көрсеткен мінезі жылап қалды. Жылап қалғанның өзінде намысынан жылады ол қыздың өзі. Енді одан артық қандай мінезі керек деп ойлаймын. Ақкөңіл жылауық қыз ғой енді. Сумаяның мінезін тани алдыңыз ба, қандай екен? Сумаяның мінезі қолындағы жыланын көрдіңіздер ма десе. Өтті бір дай мінез болып тұр ғой. Қандай мінез? Қатты мінезі. Қатты? Басқару ана. Сіз шыдай аласыз ба, төзе аласыз ба? Білмеймін енді. Мінезін қатты білмесем де бір шет жағаларын көрсетіп қалды. Қандай кезде көрсетіп қалды? Айталмайды екен. Оның бәрін бүгін эфирде айтатын боламыз негізі. Жақсы, оған менің ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ сізді қатты қорқытып алмады ма мінезбен? Мен ешкімнен қорықпаймын ғой. Мен күліп отырып, дей беремін де, бірақ қорқатын адамға ұқсаймын ба? Ол кісі қорқып қалмаса, мен қасында отырған кезде әзіл дей беремін ғой кісіге. Деген кезде деп қалатыны бар. Деп родной болып араласып алдық уже біз екеуміз. Қыз бен жігіттің арасы достық болады ғой. Сіздердікі бірінші достықпен басталып. Достықпен басталып жатыр. Ұнату болған жоқ енді. Достықтар болады ғой. Сіз ұнатып тұрған жоқсыз ба? Ұнаттым басында. Қазір енді дос болып бара жатқан сияқты болып бара жатырық па уже. Мына әңгімеңіз бір басқа бағытқа кетіп бара жатқандай. Жақсы, не болса да тікелей эфирде білетін боламыз. Ал қазір Шырайлым мен Шерхан ортада өздерінің әңгімесінің шешімін тапқандай ма? Шешімін тапты ол. Арнаған әні Шырайлымның ашуын баса алды ма? Шырайлымның ашуын бастау деген ойдамын, өйткені күлімсіреп отырды. Басына сәл қыз баласы тез ашуланады, тез ренжіп қалады. Шерхан сол нәрсені көргісі келді.
барынша тырысып жүрді, өздері кездесіп жүргенде сол нәрсені шығара алмады деп ойлаймын. Соны шығарды. Енді қатты негізі жұп болғаннан кейін, жұп емес қой, бұлар таныстық қой. Таныстықтың арасында бір-бірімен қатты ұрысудың да керегі жоқ деп ойлаймын мен. Жақсы. Біз алда Санатжан эфирге қайта орала ма, бірге білетін боламыз. Тікелей эфирде болыңыз.